Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Акон Тажыбай. Бүгін біз үй жағдайында кеуде жаттығуларын жасайтын боламыз. Кеттік. Достар, біз үй жағдайындағы кеудені үлкейтуге арналған жаттығулар жасайтын боламыз. Ешқандай да тренажерсіз, ешқандай да ауыр ессіз, только өзіміздің салмақпен кеуде жаттығу болғандықтан міндетті түрде отжимания, бірақ біз отжиманияның басқа түрін жасайтын боламыз. Ең бірінші классикалық отжимания, конечно, бірақ оны қыздырыну ретінде қолданамыз. Кеттік. 30 рет жасаймыз. Осылай 30 рет жасағаннан кейін келесі жаттығуға кірісетін боламыз. Достар, енді қыздырынып болса, келесі жаттығуға көшеміз. Келесі жаттығуымыз кеуденің ортасын қосуға арналған жаттығу. Ол үшін треугольник аламыз, қолымызды қоямыз полға. И түсеміз, когда түскен кезде 3 секунд удержание ставимыз. Кеттік. 1, 2, 3 көтерілеміз. 1, 2, 3 көтерілеміз. И тағы 1, 2, 3 көтерілеміз. Дәл осылай достар, 20-дан 4 подход жасау керек. Достар, көріп тұрғандағындай осындай биіктікті қолданатын боламыз. Ал сендер үй жағдайында любой материалды қолдана берсең болады. Кітап болса кітап. Давайте кеттік онда. Аламыз, жүгірамыз и түсеміз. 5 секунд ұстаймыз. 1, 2, 3, 4, 5 көтерілеміз. Тағы да 1, 2, 3, 4, 5 көтерілеміз. И тағы 1, 2, 3, 4, 5 көтерілеміз. Енді дәл осыған 15-тен 4 подход жасау керек. Енді соңғы упражнение жасайтын боламыз. Ол как добивка ретінде болады. Ол былайдан болады. Аламыз. И 30 секунд жартылайынан жасаймыз. Стап тұрамыз 30 секунд. И көтерілеміз 30 секундта. Дәл қолды түзетпей жартылайынан стап тұрамыз. 30 секунд. Міндетті түрде шыдаймыз до конца. И аламыз 30 рет. Тез жасаймыз. Осы соңғы жаттығу. Шыдаймыз до конца. Осылайда жаттығуымызды аяқтаймыз. Достар, мені осы упражнениемді 10 күн ішінде үзбей қайталайтын болсаңыздар, міндетті түрде нәтижесі көретін боласыздар. Ал осы видео ұнаса лайк пен коммент қалдырып кетіңіздер. Және де келесі видеомды көру үшін маған жазылып, оң жақтағы қоңырау басып кетіңіздер, достар. Сау болыңыздар.